Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін ауызашардың 6-шы күнінде осындай дәруменге бай салат және французша ет дайындайтын боламыз. Видеоны бастамай жатып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Гарнирге күріш болады. Күрішті қалай дұрыс әзірлейтін туралы көрсететін боламын. Егер де мультиварка болмаса, дәл менің әдісіммен жасап көріңіз. Ең алдымен осындай бір ыдысқа өлшеп алыңыз. Күрішіңізді мен осындай пияламен өлшемін, яғни шай ішетін кесемен. Жақсылап тазалап жуып аламыз. Әдетте мөлдір су шыққанша 4-5 қайтара шайып жуып аламын. Табамызға сармайды салып, ертіп аламыз. Міне еріп болған соң үстіне жаңағы таза күріштерімізді салып, әрдайым араластыра отырып қуырамыз. Осы кезде оттың асты жоғары болады. Шамамен 2-3 минуттай қуырамыз. Күріштер бір-біріне жабысып қалады және майды өзінің бойына сіңіріп алады. Қараңыздар, табамыз да құп-құрғақ болып қалды. Бізде дайын. Енді үстіне су құямыз. Жаңағы өлшеп алған кесемен 1 пияла толтырып құямыз. Және жартыдан сәл аз су құямыз. Тұзды қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Суы қайнап шыққан соң өте баяу отта 20-23 минут шамас аралығында піседі. Өте баяу отта бетін қақпағын жауып бұқтырыңыз. Күрішіміз пісті. Мен әрдайым осылай күрішті қуырып алып пісіремін. Өте дәмді шығады. Сондай сіздерге де кеңес беремін. Келесі етті турап аламыз. Оны осындай ұзынша қиғаштап етіп турап алыңыз. Соломка деп айтамыз ғой, соломка етіп турап алу керек. Міне шамамен осындай болады. Тым қатты ұсақтамаңыз, өткен піскен кезде ет көлемін кішірейтеді. Енді пияздарды ұсақтап турап алыңыз. Етті бірінші қуырмай жатып, оны маринаттап алған дұрыс, сонда жұмсақ әрі тез пісетін болады. Ол үшін соевый соус және майонездеріңіз болса, оны да қосыңыздар 1 қасықтай. Сонда еттеріңіз жақсы жұмсарады. Тұз, қара бұрыш, зіре, паприка, неше түрлі дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады, бірақ аз-аз мөлшерден қосыңыздар. Жақсылап араластырып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Маринадымыз дайын болғаннан кейін қазанымызға сұйық майды құйып қыздырып алыңыз. Одан кейін дайын болған еттің барлығын салып қуырамыз. Етіңізді күндіз күні маринаттап қоюға тырысыңыз, сонда ауызашарға аласыз да қуыра саласыз. 5-6 сағат тұрса, ол тіпті жақсы. Шамамен 2-3 минуттай қуырасыз, арасында араластырып тұрыңыз. Осылай пиязы толықтай пісіп кетпеу керек, қуырылып кетпеу керек. Осылай сәл сарғайса болды. Енді үстіне суды құямыз. Суды осынша мөлшер құясыз деп айта алмаймын, тек мына еттің барлығы толықтай батып тұру керек. Қараңыздар, бетіне дейін шығып, су осылай тұру керек. Енді кішкене қайнағанын күтіңіз. Қайнап шыққан соң өте жай отқа қойып, 30-40 минутта етті пісіреміз. Мен 40 минутқа қойдым. Өте жұмсақ болып піссін деп. Қараңыздар, өзінің суы қатты да тартылып кетпеген, сондай әдем болып тұр. Еттері де жұмсақ болып піседі. Не дегенмен маринатталған ет қой. Бізге болгар бұрышы қажет. Сары, жасылын қолдансаңыздар да болады. Мен осындай қызылын алдым. Маған 1 данасы жетеді. Енді дәл осы видеодағыдай етіп, кішкене ірілеу етіп турап алыңыздар. Дайын болған етіміздің үстіне қосамыз. Шамалы араластырып жібереміз де, оны да баяу отта 8 минут ұстаймыз. Көп ұстамаңыздар, бізде болгарский, яғни қатты пісіп кетпеу керек. Өзінің формасын жақсы ұстап тұру керек. Қараңыздар, мен 8 минут ұстадым. Көрдіңіздер ме, қатты езіліп кетпеген. Аласыздар да, мысалға піскен кезде пышақ оңай ғана кірсе болды. Шамалы қаттылау болып тұрса да болады, өйткені бұл өте тәтті бұрыш. Дайын бізде. Ал кешкілік салатымызға тек қана дәрумендерден тұратын көкөністерден жасайтын боламыз.
Бізге керек көкөністердің барлығын әдемілеп ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұзды қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Бұл салатты жаңа тағамның барлығы пісіп болған кезде, сол кезде ғана дайындаймын. Сонда өзінің балғындығын жақсы сақтап тұрады. Әйтпесе су шығып, езіліп, солай болып кетуі мүмкін, иістеніп, жаңа пияз қосқаннан кейін. Міне салат дайын, оңай ғана 2-3 минутыңыз кетеді. Күрішті мына кесеге салмай жатып, кесені бірінші сулап алыңыз. Сонда күріш жабысып қалмай, оңай түсетін болады осылай. Енді етімізді салайық. Осымен біздің ауызашарға дайындаған асымыз дайын. Бұл тағам аса қатты асқазанға ауырлық түсіретіндей тағам емес, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір, оразаларыңыз қабыл болсын.